Қазіргі шыршағылар ән айтудан жалықпан. Бүгін тойға келгендер маңдай туды жарттан, амандасып алайын, нәрсе жоқ үлкен халықтан. Алла деп мәңгі өмірде қанатымды қағайын, жаңа ғасырмен тең келген той шырағын жағайын. Асаба болып келген соң көңілдеріңіз табайын. Ассалаумағалейкум деп сәлем бердім ағайын. Бәрекелді, шапалақтарыңыз болмай тұр, көңілдірек шапалақтар шапалақты маған емес, екі жастың құрметіне, Дәурен мен Айжанның құрметіне тағы бір шапалақ болсын. Тасқа қатқан шегедей, мұзды жарған кемедей болып келіп отырған Алаштың айбаралды қонақтары өздеріңіз құрметті ағайындар. Жалпы айтады ғой, ата сөзі қасиетті киелі, ата сөзі шаңға жайлы тиелі, ана сөзі өміріме өнеге, аналарым тек шындықты сүйеді десе, ақылы теңіз дария, қарттарымен кім бар таласар, тойыңды ашса ақ жаулықты аналар мен ақ сақалды аталар жақсылыққа жанасар дейді. Олай болса ендігі сөздің кезегін бір кісіге беремін, одан кейін біртіндеп барлығына келемін. Ақылы асқартаумен таласады, жас үлкендер тояшша жарасады. Бүгінгі дүркіреген тойымызда жас үлкен аталарым, апаларым тояшады. Жас үлкендер өз алдына бір отау, олар барда асқақ емес алатау. Айналайын атамыз кезінде болған екен жуыршақтай, тойымызға келіп отыр ғой қуыршақтай. Әжемнің жүзіне қарап отырсам, майға піскен топ-томпақ бауырсақтай болып келіп отыр. Олай болса кәнеке, әже сіз сияқты әже, бүгінгінің көмектері біз сияқты. Әжемнің жүзіне қарап отырсам, паспортын азан алған қыз сияқты болып келіп отыр. Олай болса әже кәнеке, паспортыңыздың алғаныңыз құтты болсын, әдем ақ-тілектер өтіңіз. Өмірде әкелердің орны бөлек, ұлы қызыр баулайды құрбалап ұстай. Еркелеп мойның артса ат білегін, перзенті елшіретер ер жүрегін. Қосылған екі жасқа міне бүгін, айтады ата-ана ақ тілегінде. Екі отау құрып отқан, шаңырақ көтеріп отқан екі жастың ата-аналары қауымы. Атап айтатын болсақ, айтпай анамызбенен ләззат жеңгеміз. Арыстанбек құда, Гүлшат құдағи. Кәнеке тойхана төріне келіңіздер. Енді мен сізге бір әзіл ойнайын деп отырмын сізбен. Ол әзілді бастамай жатып бір қоятын сұрағым бар. Осы әйел менен альпинистің екеуінің ұқсастығын білесіз ба? Білмейсіз ба? Альпинист не істейді? Тауға шығады, әйел ше, еркектің басына шығады. Ал енді Тараз қаласы кетті. Ассалаумағалейкум қарындас. Уалейкум сәлем. Шығасың ба? Аразан ба? Жоқ, қатын боласың ба деген. Ясыға болмайды, бір шапалақ болсын, келіскенің келіскен. Сіздер неге шапалақ ұруға қиналмаңыздар, жалпы айтады ғой, адам дейді шапалақ ұрған кезде алақан қызарады екен. Қызарған алақан ысиды, ысыған алақан суиды, ал суыған алақан қышиды. Қышыған алақанға әрқашан ақша кетеді. Сондықтан алақандарыңыз жақсылап бір қышып қойыңыздаршы. Ал бәрекелді, кеттік олай болса.